Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі 7 сынып, 2 бөлім көшпелілер мәдениеті. Көшпелілер мәдениеті өркениеттің бастауы. Бүгінгі тақырыбымыз. Бірінші тапсырма. Мына суретте не бейнеленген? Есімізге түсіріп көрейік, бұл сурет барлығымызға таныс. Екінші сұрақ. Көшпелілер дегеніміз кімдер? Және олар неліктен көшпелілер деп аталады? Естеріңізге түсіріңіздер, осы сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Екінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Көшпелі өмір салты дегенді қалай түсінесің? Көшпелі өмір салты дегеніміз көшпелілердің өмір сүру ерекшеліктері. Олар қалай өмір сүрді? Қандай жағдайда өмір сүрді? Және неге олар көшпелілер деп аталды? Олардың тұрмыс-тіршілігі қандай болды? Екінші сұрақ. Сақтардың киіну мәдениеті бізге қалай белгілі болды? Қалай ойлайсыздар? Біздің заманымызға дейінгі 5-3 ғасырларда өмір сүрген сақтардың киіну мәдениеті, яғни олардың қалай киінгендігін біз қайдан білдік? Үшінші сұрақ. Сақтар мәдениетінің жоғарғы деңгейде болғандығын не дәлелдейді? Олардың жоғарғы деңгейде дамығандығын біз не арқылы біле аламыз? Төртінші сұрақ. Әлемге танымал болған қандай ескерткіш? Жаңа сіздер суреттен тамашалаған бұл қандай ескерткіш? Дұрыс айтасыздар, алтын адам ескерткіші. Бұл Алматы қаласы жанындағы Есік қаласынан табылған алтыннан жасалған адамның киімі. Олай болса, бүгінгі сабағымыздағы тілдік бағдармен танысайық. Интонация, кідіріс, логикалық екпін. Интонация, яғни сөз сазы. Интонация дегеніміз ауызша сөйлеу үстінде сөздердің дұрыс айтылып, құлаққа жағымды естілуі. Кез келген сөзді адам өз қажетіне қарай бірнеше түрлі интонациямен айтуына мүмкіндігі мол. Мысалы, сәлеметсіздер ме деген сөзді әрқилы сөзбен айтуға болады. Жұмсақ, нәзік, мейірімді, құрметпен, еліктіре, сынай, ықыласты, сұрай және тағы да басқа түрде айтуға болады. Кідіріс, тыныс үзіліс. Бұл демалысты жеңілдетеді. Сөйлеушінің ойлауына мүмкіндік тудырады. Ойды, пікірді бөліп, ерекшелеп айтуға қолайлы жағдай жасайды. Сөздерді дұрыс айту орфоэпиялық нормаларға бағынады. Ауызша тілде дыбыстарды, сөзді, сөз тіркесін, сөйлемді дұрыс айта білу де сондай маңызды. Сөйлеу мәдениеті адамның әрбір дыбысты, әр сөзді, әр сөйлемді дұрыс, анық айтуынан басталады. Сөйлеушінің өз ойын дұрыс жеткізуінде логикалық екпін маңызды болып саналады. Логикалық екпін айтатын ойға тыңдаушының назарын аударуға ықпал етеді. Сөйлем ішіндегі ерекше көңіл аударуға тиісті болған бір сөзді оқшаулап бөліп айту логикалық екпін деп аталады. Ой екпіні тұрақты болмайды. Логикалық екпінді ой екпіні деп те атайды. Мысалы, атасы бүгін ауылға келді. Атасы ауылға бүгін келді. Ауылға бүгін атасы келді. Назар аударылатын сөз сөйлемнің басында не соңында, көбіне баяндауыштың алдында тұрады. Келесі тапсырма оқылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма. Төменде интонацияға қатысты берілген ұлы адамдардың пікірлерін мәнерлеп, дауыс сазын келтіріп оқы. Интонация сақталды ма? Бір-біріңді бағалаңдар. Кідіріс сөйлемнің қай жерінде жасалады? Логикалық екпін қай сөздерге қойылады? Адамның түрлі көңіл күйіне сөздің түрлі әні сәйкес келеді. Құдайберген Жұбанов. Сөз әуезділігі сөз ішіндегі дыбыстардың құлаққа жағымдылығы. Сөйлеу әуезділігі сөйлемдердің құлаққа жағымдылығы. Ол сөйлемдердің тізілуінен көрінеді. Онда буын екпіні және сөз екпіні ерекше рөл атқарады. Екеуі де дауыс ағымына қарайды.
Ахмет Байтұрсынұлы. Адамның жан дүниесінің қанша құбылысы болса, соның бәрін интонациямен беруге болады. Гернгросс. Жазу тілі грамматикалық жағынан қанша жетілсе де, интонацияның сан түрлі қызметін бере алмайды. Мысалы, айтуда «я» деген сөзді 50 түрлі тәсілмен, ал «жоқ» деген сөзді 500 түрлі тәсілмен беруге болады. Ал жазуда бұлай болуы мүмкін емес. Бернард Шоу. 4-ші тапсырма. Мәтінді оқып, тақырыбын қой. Парталасыңмен мәтінді қандай интонациямен оқығаныңды анықта. Ғұндар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Ат құлағында ойнаған шабандоз, ержүрек, жауынгер халық болған. Археологиялық қазбалардан табылған мата, кілем қалдықтары, зергерлік бұйымдар ғұндардың тұрмысқа қажетті бұйымдар жасаудағы асқан шеберліктерін көрсетеді. Ат баптау өнері, түрлі атқа байланысты ұлттық ойындардың негізін салған да осы ғұндар. Ат ер қанаты деген нақыл сөз де бізге ғұн дәуірінен жеткен. Қаңлылар да қазақ халқының негізін құраған ежелгі тайпалардың бірі. Қаңлылар біздің жеріміздің оңтүстігін Сырдария, Арыс, Бадам өзендерінің алқаптарын мекендеген. Үйсін тайпалары Қазақстан аумағында біздің заманымыздың 2-ші, біздің заманымыздың 4-ші ғасырларға дейін өмір сүріп, өздерінің мемлекетін құрған. Алакөлден Талас өзені жетісу жерлеріне қоныстанған. Тарихшы ғалым Нығмет Мыңжанның деректерінде біздің жыл санауымызға дейінгі үйсін молаларынан шыққан ою сызу өрнектері 19 ғасырдағы қазақтың ою өрнектеріне ұқсас делінген. Сол кезеңдегі көшпелілердің мәдениеті мен салтын сипаттайтын ең үлкен қалалардың бірі Тараз қаласы еді. Тарихшылардың айтуы бойынша көптеген іскерлік байланыс орнатқан бай қала болған-ау. Бұл жерге өздерінің сауда керуендерін жібермейтін мемлекет болмаған. 11 ғасырда бұл жерлер қыпшақтардың қолына көшті. Қазақстан аймағы 3000 жыл бойы мекендеген ата-бабаларымыздың өз кезеңдерінде айналысқан кәсіптері мен киім кию мәдениеті біздің қазіргі мәдениетіміздің негізін қалыптастырып кетті. Қазақ халқының ұлттық киімдері энциклопедиясынан. Мәтін түсінікті болса, 5-ші тапсырманы орындайық. Төмендегі сөздерді қатыстырып, көшпелілер өркениеті туралы диалог құр. Бір-біріңнің дауыс кідірісін қалай жасағандарыңды бақыла. Сіздерге көмектесетін сөздер: ат құлағында ойнаған, ықпалын тигізген, даңқы шыққан, қолына көшті, негізін қалады. 6-ші тапсырма. Мәтін бойынша қос жазба күнделігін толтыр, өзің қалаған үзіндінің мағынасын түсіндір. Қос жазба күнделігін толтыру үшін дәптерімізге кесте сызамыз. 1-ші бағанға үзінді, 2-ші бағанға түсініктеме деп жазамыз. Мәтіннен өздеріңе ұнаған үзіндіні таңдап алып, үзінді деген бөлімнің астына жазамыз. Ал түсініктемеге өздеріңіздің түсінгендеріңіз жазасыздар. 7-ші тапсырма. Мәтіннен жалғау түрлерін тауып қызметін түсіндір. Бұл тапсырманы орындау үшін мәтінге оралайық. Мысалы, мәтіннің 1-ші сөйлемін алып қарастырайық. Ғұндар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Ғұндар сөзінің түбірі кім? Ғұн. Дар дегеніміз көптік жалға, оны 4 бұрышпен белгілейміз. Көптік жалғаудың қызметі көптік мағына үстейді. Ал көшпелі деген сөзге сұрақ қоятын болсақ, бұл сын есім. Қандай? Ал мал шаруашылығымен айналысады. Немен айналысады? Мал шаруашылығымен айналысады. Бұл жерде жалғауымыз мен. Қандай жалғау болады? Кіммен, немен айналысқан? Немен деген сұраққа жауап берсе, шығыс септігінің жалғауы болады. Осылайша дәптерлеріңізге жазып, жалғаулардың түрін ажыратыңыздар. Көптік жалғаудың қызметі көптік мағына үстеу, ал септік жалғаулардың қызметі сөзбен сөзді байланыстыру. Келесі тапсырмаға өтейік. 8-ші тапсырма. Төмендегі авторлық көзқарастың төңірегінде ой бөлісіңдер.
Қазақтар қиырсыз жалпақ далада үнемі көшіп қонып, жерлерін қорғап жүріп, өздерінің салт дәстүрі мен тілін, мәдени асыл мұраларын мүлтіксіз сақтап қалуы олардың патриоттығы мен жауынгерлігінің ерекшелік белгісі. Василий Васильевич Радлов. Ой бөліске қойылатын талаптар. Бірінші, тақырыптан ауытқымау. Екінші, берілген уақыттан асырмау. Үшінші, сөз әдебін сақтау. Төртінші, көптік, тәуелдік, жіктік жалғауларын нормаға сай қолдану. Бесінші, мәтіндегі деректерді пайдалану. Алтыншы, өзіндік ой мен көзқарастарын жүйелі жеткізу. 9-шы тапсырма. Көшпелі халықтар бұйра елтірі қаракөл терісін өңдеуді меңгерген деген тақырыпта мақала, сосын жарнама мәтінін жаз. Мақала мен жарнама тіліндегі айырмашылықтарды анықта. 10-шы тапсырма. Төмендегі жұмбақтың шешуін тап. С-дан бастасаң бояумын, Қ-дан бастасаң талаңмын, Ж-дан бастасаң өлеңмін, аузыңдағы адамның. Мұзафар Әлімбаев. Жұмбақтың жауабын табыңыздар. Өте оңай, сіз білетін сөздерден тұрады. 11-ші тапсырма. Сабақты қорытындылауға арналған тапсырма. 5 саусақ тәсілі арқылы сұрақтарға жауап жаз. Бас бармақ, басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды? Екінші, балаң үйрек, бірлесу. Мен топта, жұпта қалай жұмыс жасадым? Үшінші, ортан терек, ойлану. Мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым? Төртінші, шылдыр шмек, шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Бесінші, кішкентай бөбек, көңіл-күй ахуалы. Мен өзімді сабақта қалай сезінемін? Осымен сабақ аяқталды, сау болыңыздар.